Баршаңызға сәлем. Мен қазір ең оңай сумка кесетін тігілу жолын көрсетемін. Ол үшін мен былғары алдым. Осылай сумканың табанын және де негізгі бөлігін екі ұштықтан қиып аламын. Енді екеу етіп қиып алған сумканың негізгі бөлігін өзара белгілі бір жерге дейін біріктіреміз. Ені 2,5 см болатын былғары қиып алып, жаңағы тіккен тігісімізді өңдейміз. Негізі бұл сумкаға кез келген матаны пайдалана берсеңіз болады. Маған оверлокқа қарағанда осылай өңделген бұйымдар, киімдер ұнайды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, іші осындай әдемі, ұқыпты болып шықты. Өңделген тігістігіміздің үстін кішкене етіп қиямыз. Және де қалған бөлігін ішке қайырып тігіп өңдейміз. Былғарының сыртқы бетін тіккен кезде осылай астына қағаз қойып тігеміз. Себебі тігу барысында машинкамыздың тістері материалды зақымдайды. Болған соң қағазды осылай ақырындап алып тастаймыз. Енді өңделген жоғарғы бөлігін тігістікке дейін қайырып, екі жолақ етіп тігеміз. Бұл тігіс бізге бау өткізу үшін қажет. Кейін ені 2,5 см, ұзындығы 70 см етіп, бау тігеміз. Сонымен қатар аспалы бауды да тігіп дайындап аламыз. Оның ені 2,5, ұзындығы менде 120 см. Келесі кезекте бізде астыңғы бөлігі. Видеода көрсетілгенде екі былғары, екі паутинка және де бір двунитка қиып, үтіктің көмегімен өзара жабыстырамыз. Бұл бізге негізгі бөлігін астыңғы бөлігіне бір келкі етіп отырғызып тігу үшін қажет. Енді дайындап алған бауымызды түйреуіштің көмегімен осылай өткіземіз. Шетін түйіншектейміз. Қазір астыңғы бөлігінің тігістігін өңдеудемін.
Көріп тұрғандарыңыздай, сөмкеміздің іші осындай әдемі, ұқыпты болып шықты. Әрине, сыртқы бөлігі де өте керемет, өзіме қатты ұнады. Сіздер де осылай кез келген матадан оңай, сыйымды, өте әдемі сумканы тігіп алсаңыз болады. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Подписка, лайк және комментарий қалдырыңыздар. Және де келесі видеоларды өткізіп алмас үшін арнама өтіп, жоғарыда тұрған қоңыраушаны басып қойсаңыз болады.